Көз тию. Бұл тақырыпқа қатысты ой қозғаймын деп ойламаппын. Әрине, көз тию деген наным-сенімнің түрі болғанымен, көз тиюдің шариғатта да бар екенін жоққа шығармайды. Мұның себеп-салдарын зерттеу мүмкін емес. Бұл бір құбылыс. Жақында құрбы шай болған. Диетада болсам да отырыстан қала алмадым. Тамақтан тартынсам да шайдан қалу мүмкін емес екен. Сонымен біраз әңгімелер айтылды. Сөз арасында көз тиюге қатысты ойлар болды. Сол уақытта осы баяндағалы отырған оқиғаны естідім. Үйге келе жатып, неге әңгіме етпеске деген ой келді. Айтушыға WhatsApp-пен айтқан оқиғаңды әңгіме етіп жазайыншы, кейіпкерлер мен оқиға желісі сәл өзгертемін деп ұсыныс тастадым. Болады деген жауаптан соң көп кешікпей ойымды жинақтап, шағын ғана әңгіме жазып шықтым. Жанар мен Айдос ауылдағы жас отбасылардың бірі. Университетті бітірген бойы шаңырақ көтеріп, шағын отбасы болып ауылға оралған. Жас маман ретінде екеуі де мектепке орналасты. Уақыт шіркін, бір орында тұрамы? Зымырап, зулап өтіп жатты. Араға 2-3 ай салып, Жанар жүкті екенін білді. Бұл хабарды естіп, Айдос та қуанып қалды. Ата-аналары мал шаруашылығымен айналасатын болғандықтан, қысы-жазы мал ауылда тұратын. Бір келгендерінде жақсы жаңалықты естіп, мәз болысты. Қарағым, қасында өзім жоқпын. Ауыр көтеріп жүрме. Күтініп жүргейсің. Қандай тамақ ішкің келеді, жасырмай айтарсың. Деп енесі асты үстіне түсіп бәйек болды. Баласына қарап, Жанаржанға ауыр көтертуші болма. Суын өзің тасып бер деп зілсіз жекіп қойды. Ой, апа, сіз де айтасыз. Келініңіз қазір ештеңе жасамайды. Бәрін өзім жасап жүрмін. Тіпті аспазшы қызметіне де тұрып алдым деп ыржалаңдаған баласына. Жасадым деп бұлдануын қарашы. Үйленгенше жасаған шаруаң емес пе? Келініме артық салмақ салушы болма деп келінін жақтаған анасы баласына бір бұрқылдап алды. Жақсы. Айтқаныңызға құлдық деді баласы анасының ашуына күліп. Бұрын менің сөзімді сөйлеуші едіңіз. Қазір келініңізді жақтап қалыпсыз деп бір түйреп өтті. Әй, баламсың деген. Қойсаңшы енді деп әкесі араласқан соң, Айдос шын болды. Осылай уақыт өте берді. Атанасы келген сайын арқаланып жететін. Қуырдақ пен қазы қартасын, айраны мен сүзбе құртын Жанардың алдына тықпалап отырады. Айы күні жетіп, Жанар аман сау жеңілденіп, шекесі торсықтай ұлын дүниеге әкелді. Айдос пен атанасы келіп ауруханадан шығарып алды. Шілдехана тойын жасап, мәре-сәре болды. Енесі бір айдай Жанардың қасында болып балаға қарасты. Буыны бекіп қырқынан шыққан соң, малда ауылға қайтып оралған. Уайым жоқ, қайғы жоқ, уақыт бір қалыпты өтіп жатты. Атанасы 10 күн сайын артынып-тартынып жетеді. Немересін ескеп, мауқын басып кері қайтады. Кішкене өссін, өзім ертіп жүремін деп атасы мәз болады. Малға апарып жазым болып жүрер. Құрт құмырсқа шағып алар деп әжесінің шыппыры шығады. Атанасының қылықтарына Айдос мәз болады. Көңілінде бір марқаю сезімі бар сияқты ма? Әкесі мен шешесі алып бара жатқан кәрі жандар емес. 50-ді еңсеріп 60-ға жақындаған. Күш-қуаттары бойларында. Қастарында көмекші болып ағасы жүр. Сондықтан ба, Айдос көп алаңдамайтын. Баласы өсіп біраз қылықтар шығара бастады. Томпиған, момақан өзі. 5-6 айды еңсеріп тастаған еді. Атасы мен әжесін көрсе, шиқылықтап мәз болады. Күз бітіп артын қыс алмастырды. Соғымның уақыты басталды. Атасы мен әжесі малдан босамай қалды. Соғымның уақыты басталған соң белгілі жан-жақтан мал алушылар ағылады. Сондай күндердің бірінде үйлеріне қалада тұратын, әрі көп араласа бермейтін жақын ағайыны келді. Малда ауылдан соғым сойып келе жатқан бет екен. Атанасының беріп жіберген сәлемдемесін тастап кету үшін соғыпты. Келген қонақты көріп, Жанар оттың қамымен сыртқа жүгірді. Отын жағып, шайын қойып, дастарханын қамдады. Шай үстінде келген қонақтың баласына қайта-қайта қарағыштап отырғанын байқады да, көңіліне секем алды. Сонда да сыртқа білдірмеді. Қонақ кетіп артын жиыстырды. Үйдің шаруасын реттестірді. Айдостың жұмыстан келер уақыты жақындаған соң, астың қамына кірісті. Бір мезгілде баласы қыңқылдап жылай бастады.
Қарны ашқан болар деп тамағын берсе де тыншыр емес. Қызуы бар секілді. Осы аралықта Айдос та келді. Баланың жылауы үдеген соң Жанар қорқа бастады. Айдос ауылдың фельдшеріне жүгірді. Бала шыр-шыр етіп шырылдағанда қолды аяққа тұрмады. Не су ішпеді, не тамақ татпады. Фельдшер келіп қызу түсіретін дәрі салғанда бір тынышталғандай болды. Уф деп демдерін алған екеуі бір-біріне үрпейісе қарады. Түнге қарай баланың қызуы көтеріліп, жылауын қайта бастады. Есі шыққан Жанар: аудандық ауруханаға апарайықшы деді. Көлікті оталдырып, баланы киіндіріп жолға шықты. Жолшыбай фельдшерге соғып бірге жүруін өтінді. Көлік жүріп келеді, баланың жылауы басылар емес. Айдос бар жылдамдықпен айдаса да түнгі жол жеткіземе. Ауданның жарығы алыстан мен мұндалағанда балада тынышталды. Өксіп-өксіп ұйықтап кетті. Жанар да шаршады ма, қалғып кеткенін байқамады. Көлік аурухана алдына тоқтағанда Жанар көзін ашып алды. Дереу көрпеге ораған баласына үңілді. Ұйықтап жатқан секілді. Бірақ ана жүрегі шым ете қалды. Бірдеңе дұрыс емес сияқты. Баланың бетінен ұстап көріп еді, қолына мұздай елеп білінді. Айдос деді, жаймен ғана, бақыруға дауысы шығар емес. Айдос деймін. Бала деді бар күшін жиып. Қасындағы фельдшер баланы жұлып алып ішке жүгірді. Соңынан Айдос та ілесіп аурухана есігін тарсылдатты. Есік ашылып, фельдшер ішке кірді де, есікті ашқан жан Айдосты бөгеп қалды. Болсаңшы енді деп Айдос енді Жанарға келді. Жанарды жетектеп әкеліп есікті қайта қақты. Есік ашылып, күтіңіз, қарап жатыр деді ар жақтағы жан. Мамасы кірсінші деп Айдос Жанарды ішке итерді. Есік айқара ашылып, Жанардың кіруіне мүмкіндік жасалды. Арада біраз уақыт өтті. Айдос көлікте күтіп отыр. Белгісіздік. Телефоны шырылдады. Жанардың қоңырауы. Алды үнсіздік, Жанардың әлсіз жылаған дауысы. Айдос кешігіп қалыппыз. Енді жоқ. Бөпеміз енді жоқ деп сыбырлады да тұтқаны тастай салды. Баланың жансыз денесін құшақтаған үшеуі ауылға үнсіз қайтты. Хабарды естіп ата-анасы жетті. Жанар көңіліндегісін жасырмады. Мұны естіген енесі: қап, менен болды-ау. Сол құрығыр сәлемдемені беріп нем бар еді. Оның көзі бар деп еститінмін. Қап, оңбаған басым-ай. Есіңнен қалай шығардың деп ойбайлады да қалды. Неден болғанын ешкім білмейді. Дәрігерге жеткенше тым кеш болған. Көз тиді ме, әлде қалай ауруы болды ма? Бәрі жұмбақ. Денесін сойдыруға Айдос та, Жанар да үзілді-кесілді қарсы болды. Ағайындарының айтуынша келген қонақтың назары бар екен. Адам өліміне әкелмесе де, әлгі жан кеткен соң, бірде біреудің иті, бірде біреудің бұзауы өлі табылған сәттер болған. Содан бері көбісі ол адамнан қашқақтап жүреді екен. Көз түйені қазанға, адамды қабірге түсіреді дегенді есімізден шығармай, тіл көзден аман болайық. Осы оқиғаға ұқсас естіген жағдайларыңыз болса, бөлісе отырыңыздар.